Сәлем достар, бүгін сіздермен осы құлпынайлы начинкамен жасалатын чизкейктің рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бір ыдысқа майды, қантты, жұмыртқаны салып, үшеуін араластырып аламыз. Осының үстінен мен алдын ала ұнға разрыхитель салып, алдын ала дайындап алдым. Осыны аз-аздан осылай бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлық керек заттарды мөлшерімен описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан көре аласыздар. Қамырымызды алып екіге бөлеміз. Біріншісін осылай төменгі жағына, екіншісімен жан жағына бортик дайындаймыз. Міне осылай дайындап аламыз. Енді начинкасына кірісеміз. Ол үшін ірімшігімізге, творогымызға құлпынайды, қаймағымызды, қантты және жұмыртқамызды салып, блендердің көмегімен жақсылап еземіз. Мен құлпынайдың қатырылған замороженный түрін қолданып жатырмын. Оны ертіп, артық суын алып тастадым. Начинкамыз дайын болғаннан кейін бортигіміздің ішіне құйып, 180 градуста 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.